Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге қысқа сақтауға жарайтын осындай табиғи өрік шырын дайындайтын боламыз. Өте дәмді, қою болып шығады және де жасалуына тек өрік, қант, су ғана қажет. Видеода көріп отырғандарыңыздай шырынымыз осындай қою, дәмді болып шығады. Сізге ұнайтынына 100% сенімдімін. Ең алдымен өріктерімізді жақсылап тазалап жуып аламыз және де өріктеріміздің ішіндегі осындай дәндерінен, жаңғақтарынан барлығын тазартып аламыз. Бізде өрікті таңдаған кезде осындай пісіп тұрған, жұмсақ, осындай етті өрікті алғаныңыз дұрыс. Бұл жердегі өрігіміз шамамен 9 килограммға жақын. Барлығын жаңғақтарынан толықтай тазартып алғаннан кейін блендердің көмегімен жақсылап біркелкі болғанша езіп шығамыз. Егер де сізде блендер болмаған жағдайда ет тартқышты қолдансаңыздар болады. Бізде осындай пюре шығады. Егер де мякотпен болған қаласаңыздар, шырындарыңыздың осылай қайната берсеңіздер болады. Мен ішіндегі артық тамырларын, артық қабықтарын алып тастау мақсатында тағы да ситодан өткіземін. Ситодан өткізген кезде бізде таза пюресі ғана қалады. Ситодан барлығын осылай жаймендеп өткізіп шығамыз. Видеодағыдай етіп пюресін бөлек аламыз. Осындай тап-таза пюре шығады. Ситомен өткізген кезде шыққан артық қалдықтарын біз тастаймыз, бізге керегі жоқ. Бізде шамамен 5-6 килограммдай пюре шықты. Енді осы пюренің 1 килограммына 200 грамм шамасында қант қосамыз. Сіздер дәміне қарай тәтті болған қаласаңыздар, көп қоссаңыздар болады. Өрігімізді салған ыдысымызбен 2 тегеш су құясыздар. Мысалға 1 кесе осындай өріктің пюресін салатын болсаңыздар, дәл сол ыдыспен 2 кесе су құясыздар. Сол кезде сіздерде кәдімгі дүкендегідей шырын шығады, бірақ мен кішкене қою болған қаладым. Сол себепті 1,5 тегеш көлемінде су құйдым. Енді осы массаны жарты сағаттай отта ұстаймыз. Бізде осылай қайнаған кезде бетіне аппақ көпіршіктер шығады, оны алып тастап отырамыз. Шырынымыз осылай сұйық болып тұрады, бірақ суығаннан кейін, банкіге жапқаннан кейін ол бізде қоюланады. Сол себептен артық ештеңе қоспай-ақ қойыңыздар. Банкімізді алдын ала 15 минуттан қақпағымен қосып стерилизациялап алдық. Енді банкаларымызға шырынымызды құйып, аузын бекітіп жабамыз. Банкілеріміздің аузын мықтап жауып алғаннан кейін, жылы одеялоға орап 1 немесе 2 күн салқындау жерге қойып қоямыз. Мен одан кейін тоңазытқышқа салдым. Міне осындай бізде қою шырын шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.